Сәлем достар, бүгінгі видеода Facebook'тың видео жарнамасына тоқталамын. Соңғы кездері Facebook өзінің видео контентін өте үлкен қарқынмен дамытуда. Оған Facebook Live пен Instagram Live қосуға болады, тікелей эфирлерін. Бұлар әрине ақысыз. Оған қоса, егер де сіз бұрын соңды Facebook'те видео жарнама бермеген болсаңыз, онда міндетті түрде видео жарнама беріп, оның детализациясын қарап, өзіңізге қорытынды шығарып, сараптамасын жасауыңызға болады. Егер де сіз бұрын соңды видео жарнама берген болсаңыз, онда Facebook'тың жарнама кабинетіне кіріп, әр жарнамаңызды, оның ішінде видеоға арналған детализациясын қарасаңыз, өте қызықты мәліметтер табуыңызға болады. Сол кабинеттің ішінде арнайы бөлім бар. Сол арнайы бөлімде әр видеоның жеке-жеке детализациясын қарап шығуыңызға болады. Мысалға, ол жерде мынандай мәліметтер қамтылған. Біріншіден, егер қаралым жағынан қарайтын болсақ, видеоңызды қанша адам көрді, ол міндетті түрде жазылады. Және сол қараған адамдардың ішінде видеоңыздың қанша пайызын, қанша секундын көргеніне дейін сізге ақпарат берілетін болады. Сол ақпараттарға сәйкес сіз алдағы өзіңіздің видео жарнамаларыңыздың стратегиясын құруға мүмкіндік аласыз. Мысалға, ол жерде мынандай қызықты ақпараттар табуға болады. Мысалға, сіздің видеоңыздың 3 секундын көрген адамдар сіз үшін бөлек жинақталатын болады. 10 секунд көрген адамдар бөлек жинақталады. Тура солай пайызбен 25%, 50%, 75%, 95% және сіздің видеоңызды толық 100% көрген адамдар бөлек жиналады. Бұл жинақталған ақпараттарды сіз не істейсіз? Әр аудиториямен сіз жеке-жеке қарым-қатынас жасауыңызға болады. Айталық, сіздің видеоңызды 3 секунд көрген адамдардың аудиториясы бар. Сіз оларға арнайы стратегия құрасыз. Себебі сіздің видеоңыз ол кісілерге ұнамады, немесе ол кісілердің назарын аудармады, қызықтырмады деген сөз. Осыған сәйкес сіз өзіңіздің видеоңызды түсіру барысында біраз пікірлерді ескеруіңізге тура келеді. Ретаргетинг жарнамасы арқылы осы әрбір аудиториямен сіз жеке-жеке қарым-қатынас жасап, өзіңіздің стратегияңызды ары қарай іске асыруыңызға болады. Сонымен достар, біздің бүгінгі қараған жарнамамыздың түрі ол видео контент. Сөзсіз видео контент ол қазіргі таңдағы нөмір бірінші жарнаманың түрі болып саналады. Сондықтан да видео контентті қолданып, видео жарнама беріп, оның детализациясын қарап, өз кәсібіңізге тиімді жағынан үлес қоса аласыз деген ойдамын. Егер де достар, видео сәл қиындау болса, түсініксіздеу болса, арасында терминдер болатын болса, міндетті түрде комментте жазыңыздар. Егер ұнаса, лайк қойып, видеомен бөлісіңіздер. Рахмет.